Баршаларыңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен карамельный пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа қант және де бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді илектен өткізілген ұн және де бір шай қасық қопсытқыш салып, барлығын шаңышқымен араластырамыз. Кейін қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымызды дастарханға түсіріп, сәл илеп аламыз. Кейін салафанға салып, шамамен 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 20% қаймақ және де 3 жұмыртқа, кейін бір банка сгущенкамызды салып, барлығын жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Енді қамырымызды алып, форманың диаметріне келетіндей етіп жайып аламыз. Мендегі форманың диаметрі 26 сантиметр. Қамырды жайып болғаннан кейін оны формаға саламыз. Мен осылай ақырын іс-әрекеттермен, қолымның көмегімен формаға салдым. Қамыр өте нәзік болғандықтан жыртылып кетуі мүмкін. Сол себепті егер сіздерге бұл әдіс қиынға түсіп жатса, қамырды ақырындап оқтауға орап, кейін формаға салсаңыздар болады. Енді қамырдың шеттерін формаға келтіріп түзеп аламыз. Кейін артық қалған қамырларды видеодағыдай оқтаудың көмегімен ақырындап баса отырып алып тастап, кейін оны жұқа болып қалған жерлерге қойып шығамыз. Енді қамырымыздың үстіне салмамызды құямыз. Бетін ақырындап тегістеп аламыз. Кейін 170 градуста қызып тұрған пешке шамамен 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Ал, міне достар, біздің карамельный пирогымыз дайын болды. Өте нәзік, жұмсақ әрі ауызда еритін пирогтардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Және де егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, подписаться белгісін басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Ажар, келесі видеоларда кездескенше.